Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Біз бүгін сіздермен магистратура 2026 тестінде кездесетін ТГО есептерін оңай әрі тиімді жолмен шығаруды қарастыратын боламыз. Магистратура тестінде кездескен пайызға байланысты мәселе есеп. Мына есепте алманың бағасы 2 рет 10%-ға арзандатылған. Сол кезде оның бағасы 324 теңге болды. Сіздер қателесулеріңіз мүмкін жері 2 рет 10%-ға арзандатты деген 20%-ға арзандатумен бірдей емес. Оны былай шығарамыз. Жалпы 10%-ға арзандату дегеніміз, ол берілген 100%-дан азайтамыз 10%-ын. Яғни ол бастапқы бағасының 90% сумасына сатылады деген сөз. Ал егер осы нәрсені 2 рет жасайтын болсаңыз, сіз алманың бағасын А деп қойыңыз, одан кейін оның 90%-ын табамыз. 90%-ның математикалық тілі 0,9. Бірінші рет 10%-ға арзандаттыңыз, тағы да арзандатқан кезде тағы да 0,9-ға көбейтесіз. Сонда баға 324 теңге болды. Олай болса, біз алманың бастапқы бағасын табу үшін А тең просто 324-ті біз мына екеуінің көбейтіндісіне бөле саламыз. 0,9-ға 0,9 көбейтсеңіздер, бұл жерде 0,81, яғни 100-81. 324-ті 100-81-ге бөлесіз. Сонда алманың бағасы 400 теңге болады екен. Сонда 2 рет, 3 рет 10%-ға арзандатты немесе арттырды десе, әр қайсысын бөлек-бөлек, жеке-жеке арттырып, жеке-жеке арзандатады екенсіз. Магистратура ТГО-да пайызға байланысты өте көп есептер келеді. Еще оның түрлері де әртүрлі ауысып кездесе береді. Мысалы, мына жерде мынандай бір есеп кездескен. Егер А санының 20%-ы 48-ге тең болса, осы А санының 5-тен 1 бөлігін табыңыз дейді. Онда біз былай жасаймыз. Бірінші, осы А санын тауып аламыз. Яғни 20%-ы 48-ге тең. Сіздер пропорция құрсаңыздар болады. Немесе пайыздық тілді біз былай аламыз. А-ның 20% деген математикалық тілі 0,2, А көбейтілген 0,2 48-ге тең деп айтамын. Олай болса, А деген санды 48-ді 0,2-ге бөлу арқылы таба салсақ болады. Ол бізде 240 деген сан. Яғни берілген саным 240. Енді осының 5-тен 1 бөлігін табу үшін жалпы бөлігін тап дейтін болса, санды сонша бөлік дегенге көбейте салсаңыз жеткілікті. Яғни 240 көбейтілген 5-тен 1. Бұл жерде 240-ты сіз 5-ке бөлесіз. Мына екеуі қысқарады. Бұл бізде қайтадан ровно 48 деген сан шығады екен. Сонда жауабы А болады, 48. 13 санының 13 дәрежесі қандай цифрмен аяқталады? Бұл магистратура тестінде кездескен дәреженің соңғы цифрын табу есептері. Бұндай есептерде қалай шығарамыз? Біз 13 санның 13 дәрежесін полный жазып отырмаймыз. Біз мына ережені қолданамыз. Алғашқы 3 деген цифрының соңғы цифрларын жазып шығайық. Яғни, қараңыз, сізде берілген саныңыз 3 деген санмен аяқталып тұр. Сіз 3-тің 13-ші дәрежесін анықтасаңыз болады. 3-тің 1 дәрежесі 3-ке тең. 3-тің 2 дәрежесі, оны 3-ке көбейтеміз, 9 болады. 3-тің 3 дәрежесі, оны 3-ке көбейтеміз, 27. 3-тің 4 дәрежесі 81. Әрі қарай 3-тің 5 дәрежесі 81-ді 3-ке көбейтесіз, 243. 3-тің 6 дәрежесі, оны 3-ке көбейтесіз, ол бізде 729. Байқасаңыздар, соңғы цифрлар ғана маңызды. 3, 9, 7, 1, тағы да 3, 9 кездесі. Яғни, сізде алғашқы 4 дәреже сол күйі қайталанып кете береді. Егер саныңыз 3-пен аяқталатын болса, оның дәрежелерінде 4 түрлі соңғы цифр бар. 3, 9, 7, 1. Онда біз 13 деген кішкентай сан, соны санап шыға салсақ болады. Бірінші дәреже, екінші, үшінші, төртінші. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 және 13-ші дәреже бізде соңғы цифры 3-ке тең болады екен. Бұны біз қалдықпен де есептей аламыз, бірақ сан аз болатын болса, лучше осылайынан 4-ге дейін санай салсаңыздар да жеткілікті. Сонда 13-тің 13-ші дәрежесінің ең соңғы цифры ол бізде 3-ке тең. 2026 жылғы магистратура тестінде міндетті түрде кездесетін мына бір есепке қарап көріңіздер. Түбінің өлшемі 36-48 см квадрат болатын қорапқа бос орын қалмайтындай етіп, қабырғасының ұзындығы қандай кубтарды салған дұрыс дейді. Яғни,
араларында бос орын қалмау керек. Бізде бұл жерде қораптың биіктігі мүлде айтылып тұрған жоқ, тек қораптың табанының өлшемі берілген. Олай болса біз осы қораптың бірінші ауданын тауып алайық. Яғни табанының ауданы жай ғана 36 мен 48-ді көбейте саласыздар. 36 көбейтілген 48. Ал енді кубтарды салған дұрыс дейді. Яғни осы сан қандай санның кубы екендігін анықтаймыз. Яғни 36 көбейтілген 48. Сіз калькулятормен көбейтіп есептесеңіз болады. Ол 1728. 1728 деген сан, мына жерде қай сандардың кубы екендігін анықтап алсаңыз жеткілікті. Мысалы 9-дың кубы 729, 10-ның кубы 1000 болады. 11-дің кубын есептей салайық. 11-ге 11 121, 121-ді тағы 11-ге көбейтсеңіз 1332. Ал 12-ның кубы дәл осы 1728 болады. Яғни кубтары деген сөз осы бір қабырғасын просто кубтай саласыз. Яғни өз-өзіне 3 рет көбейтесіз. Сонда 1728 деген, яғни 12 кубты, то есть ұзындығы, қабырғасының ұзындығы 12 болатын кубтарды біз толық бос орын қалмайтындай етіп орналастыра алады екенбіз. Жауабы 12 болады. Магистратура тестіндегі сандарға байланысты есептерде кездеседі, яғни салыстыру түрінде. Осы жерлерде, мысалы, мына бір есепті қарасаңыздар, В, С, Д, Е сандарын натурал сандар дейді. Және мынандай теңдіктер беріліп қойған. Е қосылған 5, С азайтылған 9, Д қосу 2, В азайту 3 теңдігі орындалады. Яғни барлық сандар тең. Осы сандардың ішінде ең үлкені. Енді қараңыздар, сіздерде бұл сандардың барлығы бір сан қосқанда, бір сан азайтқанда тең болатын болса, бізде бірден автоматически аламыз. Яғни С деген санымыз бізде өте үлкен болғандықтан, басқа сандармен теңестіру үшін одан үлкенірек санды азайтып жатыр. Мәселен, сіз ойдан сан алсаңыз да болады, солайынан теңестіріп алсаңыз да болады. Ал мына жерге қарасаңыздар, Е деген сан кішірек болғаннан кейін оған 5 қосамыз, сол кезде ол осы сандардың қатарына ілеседі. Д деген сан тоже кішірек болғаннан кейін оған 2 қосып тұрмыз. Б деген тоже үлкен сан. Одан 3 азайтамыз, ал С-дан 9 азайтамыз. Яғни осы жердегі ең үлкені қайсысынан ең көп сан азайтасыз, сол сан сізде ең үлкені болады. Онда сіздің жауабыңыз С деген сан бізде осы сандардың ішіндегі ең үлкені деп спокойно айта алады екенсіз. Келесі бір мынадай есепті қарастырайық. 100-ден аспайтын неше натурал сан 2-ге де, 3-ге де, 5-ге де қалдықсыз бөлінетінін табыңыз дейді. Яғни сіздерде бұл жерде ең бірінші нәрсе 2, 3, 5-тің ең кіші ортақ еселігін тауып алу керексіз. Яғни сіз 2-ге де, 3-ге де, 5-ге де бөлінетін сандар сәйкесінше олардың ең кіші ортақ еселігі. Өзара жай сандар болғаннан кейін, немесе бұл жерде кілең жай сан, олар явно өзара жай болады. Олардың ең кіші ортақ еселігі жай ғана осы үшеуінің көбейтіндісі 2, 3, 5. Ол 30-ға тең. Яғни 100-ден аспайтын 30-ға бөлінетін неше сан бар? Жай ғана соның количествосын жазамыз. Ол бізде 30, 60, 90. Одан кейінгі сандардың барлығы уже 100-ден асып кетеді. Онда 100-ден аспайтын бізде ровно 3 натурал сан бар екен. Осы 30-ға, яғни 2-ге де, 3-ге де, 5-ге де қалдықсыз бөлінетін сандар. Келесіде бір мәселе есепті қарастырайық. Бізде 3 оң бүтін сан берілген. Үшінші сан бірінші саннан қанша үлкен болса, бірінші сан екінші саннан соншалықты үлкен. Қараңыздар, біз бірінші, екінші және үшінші сан деп айтып қояйық. Бірінші сан, то есть үшінші сан бірінші саннан үлкен. Бұл жерде үшінші сан үлкен, ал бірінші сан екінші саннан үлкен. Яғни бұл жерде үшінші сан бірден үлкен, бірінші сан екіден үлкен. Салыстыру, яғни бұлардың реттілігін қарайтын болсаңыздар, сіздер былай айта аласыздар. Ең соңында ең үлкен сан кездеседі, ең соңғысы ең үлкені. Сосын ортасында ең кішісі, мұнда ең үлкен, одан кейін ең кіші ортасында, және ең басында екеуінің арасындағы ортадағы сан кездеседі. Жауап нұсқаларына мән берейік. Жауап нұсқаларында мына жерде өсумен кетіп жатыр, бұл болмайды. Өйткені 1 деген сан 2-ден үлкен емес. Келесі екінші нұсқаны қараймыз. 4 деген сан 3 деген саннан үлкен, және қанша үлкен болса, сонша кіші деген ақпарат айтылған. Яғни мына жерде 4 3-тен 1-ге артық, 4 азайту 3, ол тең емес, 8 азайтылған 4-ге. Келесі есепке қараймыз.
5 азайтылған 3 ол да тең емес 8 азайтылған 5-ке. Яғни 5-тен 3 азайтсаңыз 2 болады, ал 8-ден 5 азайтсаңыз 3 болады. Мұна екеуі бір-біріне тең емес, сондықтан менде В варианты да, С варианты да келмейді. Ең соңғы вариант қалды, яғни бірінші сан екінші саннан қанша үлкен болса, үшінші сан бірінші саннан сонша үлкен. Яғни 7 азайтылған 5 тең болу керек 9 азайтылған 7. Орналасу ретіне байланысты 7-тен 5 азайтсаңыз 2 шығады, 9-дан 7 азайтсаңыз 2 шығады. Олай болса бізде берілген сандардың дұрыс орналасқан қатар, ол біз Д вариантында тұр. 7, 5, 9 деген сандар. Яғни бұл жерде сіздер тек жауап нұсқасымен ғана шығара аласыздар. Көп қабатты үйге байланысты тағы да бір мынандай мәселе есепті қарастырайық. Үйдің бірінші қабатынан үшінші қабатына көтерілу үшін 54 баспалдақ басып өту керексіз. Ал егер осы үйдің бірінші қабатынан бесінші қабатына көтерілу үшін қанша баспалдақ басып өту керек дейді. Біз есепті былай қарастырайық. Яғни сіз үйдің бірінші қабаты деген сөз, ол жерге сіз баспалдақ қолданбайсыз. Бірінші қабаттан үшінші қабатқа дейін, бірінші қабаттан үшінші қабатқа дейін сіз, яғни бірден 2-ке дейін, 2-ден 3-ке дейін сіз 2 қабат көтерілесіз. Осы 2 қабаттағы баспалдақ саны 54 деп жатыр. Яғни берілгенде тұр, біз жазамыз 54 деп. Потом бірінші қабаттан, осы бірінші қабаттан бастап 5-ші қабатқа дейін арасында 1-ден 5-ке дейін 4 қабат көтерілуіміз керек. 4 қабаттың қанша баспалдақтан тұратын табу керексіз. Сіз 2 қабатқа 54 баспалдақ кететін болса, 4 қабатқа одан 2 есе көп, яғни ровно 108 баспалдақ қажет болады екен сіз 5-ші қабатқа көтерілу үшін. Пайызға байланысты келесідей бір есепті қарастырайық. Бізде пайыз всегда 100-ден аз пайыздар шығу міндетті емес. Кейбір жағдайда одан көп те сандар шығып кетуі мүмкін. Мысалы, берілген сан, келесі бір санның қанша пайызы деген сұрақ. 150 саны 30 санының қанша пайызын құрайды? Яғни неше пайызы деген сұрақ кездескен. Онда сіз 30-ға қарап салыстырып жатсыз. Берілген санды қай санға қарап салыстырып жатсаңыз, сол санға апарып бөле саласыз. Яғни 150 бөлінген 30. Біз 30-ға қарап салыстырып жатырмыз, сондықтан 30-ға бөлеміз. Бізде шығады 5 деген бүтін сан шығады. Енді оны пайыздық тілге айналдыру үшін сіз жай ғана осыны көбейте саласыз 100 пайызға. Сонда бұл 500 пайыз болады. Яғни 150 деген сан 30 санының 500 пайызын құрайды екен. Бізде Д жауабы дұрыс жауап нұсқасы болады. Магистратура 2026 тестінде өте көп кездесетін сұрақтардың бірі кесте, диаграмма деген секілді типте беріледі. Мысалы, сонда бір есеп қарастырып көрейік. 2007 жылы 100 балдық жүйеде 10 елдің 4-ші сынып оқушыларының білім деңгейі тексерілген. Тексеру нәтижесі диаграммада келтірілген. 515-тен жоғары, бірақ 545-тен төмен балл жинаған елдердің санын табыңыз деді. Яғни сізде екі аралық берілген. Жоғары жағы 545-тен аспау керек, төмен жағы 515-тен төмен болмау керек. Осы екі шектен сіз сызық сызып аласыз. Мұнда 550 мен 540-ның арасында бір сызық жүргізейік, және 510 мен 520-ның арасынан тағы бір сызық жүргізейік. Осының арасында кездескен елдердің саны 1, 2, 3, 4, 5. Сонда 5 ел сіздің жауапқа сәйкес келеді, яғни 515 балдан жоғары, бірақ 545 балдан төмен. Мұна жерде жауап нұсқасында қате кетіп қалыпты. Мұнда 5 деген жауап болу керек. Сонда сіз жауаптарынан 5 дегенді белгілейсіздер. Яғни 515-тен жоғары болатын, 545-тен төмен болатын 5 ел бар екен. Тестте кездесетін салыстыруға байланысты есептерде бағанмен беріледі. Сол бағанның сағатқа байланысты бір есебін қарастырайық. Сағаттың 4-тен 3 бөлігі немесе жарты сағат. Яғни біз бұны минутқа айналдыра саламыз. Бір сағатта 60 минут бар. Ал осы 60 минуттың 4-тен 3 бөлігі дегенім 4 60-пен қысқарады, мұнда 15, 15-ті 3-ке көбейтеміз. Бұл бізде 45 минут. А бағанда 45 минут шығады. Б бағанда жарты сағат дегеніміз ол біздің 30 минут. Осы екі бағанды салыстырып қарасақ, орындарына қойып көреміз. А-ның орнына 45-ті, Б-ның орнына 30-ды қоямыз да әрбір бағанның дұрыс еместігін тексереміз. Мысалы, бірінші А вариантын қарастырайық. 2 көбейтілген Б ол кіші не тең А-дан дейді. Сіз 2 көбейтілген 30
кіші болу керек 45-тен. Кіші не тең? Қарастырайық. 2-ні 30-ға көбейтсеңіз 60 болады. Бізде 60 45-тен кіші емес. Сондықтан А бағанын сыз тастайсыз. Екінші бағанды қарастырамыз. Яғни екінші жауап нұсқасы 3b кіші 2a-дан. Сіз 3b-ні 3-ке көбейтесіз. 3 көбейтілген 30, ол кіші болу керек 2 көбейтілген 45-тен. 3-ке 30 көбейтсеңіз 90 болады. 2-ке 45 көбейтсеңіз 90 болады. Бұл жерде екеуі тең. Яғни бірінші 3b 2a-дан кіші болмайды. Сондықтан сіз b нұсқасында алып тастайсыз. Үшінші нұсқаны көрейік. b бағаны үлкен болады 3a-дан. Бірден кетеді, өйткені b бағаны 30-ға тең. Ол 3 көбейтілген 45-тен үлкен болу мүмкін емес. 45-ті 3-ке көбейтсеңіз, вообще 135 шығып кетеді. Ол мұндан әлде қайда үлкен. Сондықтан 3 жауап нұсқасын алып тастадық. Менде ең соңғы нұсқа қалды. Яғни D жауап нұсқасы. A деген бізде 45 минут, B деген бізде 30 минут, және 900 секундты 60-қа бөлсеңіз, қосылған 15 минут. 45 минут дегеніміз екінші 30 минут пен 15 минуттың қосындысынан тұрады. Сонда дұрыс жауабы D варианты болады екен. Бұндай есептерде сіздер бірден А мен Б бағанының мәндерін білгенмен, сіз жауаптардың орнына қоймайынша өзіңізге керекті дұрыс жауапты таба алмайсыз. Бұл жерде барлық жауап нұсқасына қойып шығуыңыз керек болады. Магистратура тестінде кездесетін есептердің тағы біреуі химиялық концентрация. Бұл жерде біз қоспа деген нәрселерді қарастырамыз, ал мына бір есептерді біз өте жеңіл жолмен шығарсақ болады. Мәселен, салмақтары бірдей, екі қоспаның бірі 4-тен бірі никель, екіншісі 4-тен 3-і никель. Екеуінің қорытпасының қандай бөлігі никель болатынын табыңыз дейді. Онда біз былай қарастырайық. Біріншісінің 4-тен бірі никель, бұның массасын 1 килограмм деп ала салыңыз. Яғни екеуінің массасы бірдей. Екіншінікін, одағы никельдің пайызы 4-тен 3 бөлігі никель. Бұны сіз тоже 1 килограмм дей салыңыз. Егер сіз бұл екі қорытпаны қосатын болсаңыз, никельдің бөлігі белгісіз, бірақ массасы 1 килограммға 1 килограмм қоссаңыз, сізде 2 килограмм шығады. Сәйкесінше сіз мыналарды көбейтіп, есептей салсаңыз болады. 4-тен 1-ді 1-ге көбейтесіз, 4-тен 3-ді 1-ге көбейтесіз, және белгісізді біз x деп ала салайық. Сонда бізде қарапайым теңдеу шығады. Жазайын. 4-тен 1 қосылған 4-тен 3 тең болады 2x. 4-тен 1-ге 4-тен 3 қоссаңыз 4-тен 4. Ол дегеніңіз сізде 1. Яғни есептің шешімі былай өзгереді. 2x тең 1-ге болады да, x тең 1-ді 2-ге бөлеміз 0,5. Яғни 2-ден 1 бөлігі немесе 0,5, немесе оны басқаша жартысы деп атаймыз. Яғни пайда болған қорытпаның жартысы никель болып шығады екен. Тестте кездесетін химиялық концентрацияға байланысты тағы дәл жаңаға ұқсас бір есеп. Қиярдың 80%, ал қызанақтың 90% судан тұрады. Қияр мен қызанақты бірдей мөлшерде қолданылып, жасалынған салаттағы судың мөлшерін табыңыз дейді. Онда былай жасайсыздар. Сіздер дәл жаңағы сияқты бұлардың массасы бірдей, яғни бірдей көлемде алынған дейтін болса, онда сіз екеуінде 1 килограмм деп ала салыңыз. Онда есеп жеңіл шығады. Мұнда қияр 80% су, мұнда помидор 90% су. Олардың массалары 1 килограмм және 1 килограмм. Егер екеуін араластырып салат жасайтын болсаңыз, қияр 1 килограмм, помидор 1 килограмм, қосатын болсаңыз 2 килограмм. Яғни салаттың массасы 2 килограмм болады, ал пайыздық мөлшері бізге белгісіз. Енді бұлай жасайсыз. Сіз масса мен пайызды көбейтесіз. Масса мен пайызды көбейтесіз да, мұна амалдарды сақтап, просто теңдеу қылып жаза саласыз. Бұлай болады. 80 көбейтілген 1 80, қосу 90 көбейтілген 1 90 тең 2x. Яғни 80-ге 90 170 тең 2x-ға. Осы жерде x дегеніміз бізде 85%. Яғни пайыздық мөлшері 85% болып шығады екен. ТКО-да кездесетін мәселе есептерден бөлек геометриялық есептер де болады. Мысалы, радиусы 4 см шеңберге іштей сызылған шаршының ауданын табыңыз. Ол жерде сізге бір ғана формула жеткілікті, яғни шаршының ауданын табатын формула. Мысалы, сіз шеңбер салыңыз, шеңбер радиусы 4-ке тең.
Былайынан радиусын 4-ке тең екенін көрсетіп қояйын. Енді осы шеңбердің ішіне шаршы салатын болсам, шаршы, мен шаршыны басқа түспен салайын. Қызыл түсте шаршы саламыз. И осы шаршының, яғни шеңберге іште шаршы салынып тұр. Енді қараңыз, сіз шаршының диагоналін таба аласыз. Мынау центрден диагоналға дейін мына жерді 1 радиус деп атайды. Екінші жақты тағы 1 радиус деп атайды. Сонда шаршының диагоналы ол бізде шеңбердің 2 радиусына тең. Диагональдың мәні 2 радиус 2-ге көбейтеміз. 2 көбейтілген 4 сантиметр, ол 8 сантиметрді құрайды. Диагоналін тапқан болсақ, диагональ арқылы табатын шаршының ауданының формуласы. S тең D квадрат бөлінген 2. Яғни 8-дің квадратын 2-ге бөле саласыз. Ол бізде 64 бөлінген 2, 32-ге тең. Ол бізде Б варианты ровно 32. Егер сіз дәл осылай магистратурада тестте кездесетін есептердің оңай шығарылу жолын, тиімді шығару жолдан үйренгіңіз келсе, онда осы каналға тіркеліп, лайк басып, төменде комментарий қалдырып кетіңіздер.